Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай әдемі гүлді болып шығатын тәтті бөлке нандар пісіреміз. Бұның ішінде варенье бар, яғни тосап. Бұл үй жағдайында кез келген тосаптан дайындалатын тәтті бөлке нандар. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керегі үй жағдайында сары май, 2 ас қасық сүт, құрғақ ашытқы және секер қажет. Сосын тұзбен жылы суымыз, таза ыдысымыз бен ұнымыз қажет. Осының барлығын сұйық заттарды бір-біріне құйып, сүтімізді, жылы суымызды және ашытқымызды құйып, бірінші араластырып аламыз 2-3 минуттай. Одан кейін барып сары майымызды саламыз. Барлығын біркелкі араластырамыз және содан кейін сары майымызды салып, шанышқымызбен езіп, секерімізді салып, барлығын бірге езіп араластырып аламыз осылай. Мінекей барлығы осылай езіліп араласқаннан кейін біз қолымызбен былғаймыз және осыдан кейін ұнымызды жай-жайдан қосып отырып, араластырып қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илейміз. Ешқандай қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болып шығу керек. Мінекей. Енді қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат ішінде мен 2 рет бастым, немесе 3 рет басуға да болады. Енді барлығын осылай алып, үстелдің үстіне кішкене қамыр сеуіп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Немесе өлшеп істеуге болады. Мен бірақ көзбен істедім. Өлшеп грамдап істесеңіздер де болады. Барлығын бірдей етіп, мен көз мөлшерімен істедім. Менде барлығы осындай бірнеше бөліктер шықты. Енді оны дөңгелек етіп емес, сопақша қылып жаямыз. Дөңгелек етіп жаймайсыздар, бір жанға қарай сопақша қылып жаясыздар. Мінекей біздер барлығын осылай сопақша қылып алдық. Енді осындай үй жағдайында тұрып қалған, осындай желінбей тұрған тосаптарды осындай тәтті бөлкелерге қолдануға болады. Менде бұл сливаның вареньесі, мен соны қолдандым, бірақ басқа тосаптарды да қолдануға болады. Енді осылай шеттерін кесіп аламыз, немесе пышақпен, немесе осындай кескішпен кесіп аламыз. Және барлығын немесе қиғаш етіп кесуге болады. Бір шетін осылай жауып, айналдырып шығамыз. Осылай айналдырып шығып, 2 шетін бір-біріне жабыстырамыз. Сонда бізде осындай гүл тәріздес әдемі болып шығады осындай болып. Бұл піскен кезде қазір көтеріледі, сонда жақсы болып шығады. Мінекей достар, осылай етіп істеп шығасыздар барлығын. Мінекей осылай қиғаш етіп те істеуге болады, немесе жаңағыдай түзу етіп те істеуге болады. Жан-жағын бастырып, домалатып, осылай 2 шетін бірге түйеміз. Сонда осындай әдемі гүлді болып шығады. Бұның барлығын пергамент қағаздың үстіне немесе май жағып, солай үстіне сала беруге болады. Және бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және 5-10 минутқа осылай өзін қойып қоямыз, кішкене көтерілуге. Содан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Сол кезде бізде осындай тәтті бөлкелер пайда болады. Әрине жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әрі қамыры ерекше жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Каналға тіркелуді лайк басуды ұмытпаңыздар достар.